Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде Camry 30 автокөлік. Бұл көлікте замок ауыстырған ғой. Подкаст көреміз, не болып тұрған осын егжей-тегжей айтатын боламын. Бізде мәселе мынандай болған ғой. Иесі замок ауыстырған өзі. Замок қатып қалған дейді. Барлығын бәрін ауыстырған. Негізі мынадан ашып ауыстыру керек қой, бірақ сындырып ашқан ғой. Біздің мәселеміз мына қызыл свет жанып тұрғанды көріп тұрсыз ғой, осыны жөндеу. Себебі мен қазір зажигание ашам. Зажигание аштым, кілт аштым. Бірақ қызыл свет security деген ол immobilizer, антиугон қосылып тұр. Ешқандай реакция жоқ. Машинамен қуам. Команда жоқ. Себебі мынау сөнуі керек. Кілт ашқанда. Бізде жанып тұр. Осының проблемасын іздейтін боламыз. Электрикке апарған, электрик үшін ода табылмаған. Қазір иммобилайзердің проблемасын шешіп табатын боламыз. Қазір енді тексеріп көреміз, не болып тұрған. Суырып алайық. Питание бар ма қараймыз. Питание бар, код бар, TX бар, 5 вольт жоқ бізде. Мына 5 вольт бізде иммобилайзерден келу керек. Кілт ашқанда шыға ма шықпай ма көрейік. Просто тақып көрейін. Не? Массада тұр. Плюс жоқ. Плюсты бізді қазір табатын боламыз қаяқтан екен. Бірінші VS5 бізде мына проводтан 14-ші радиомобилет. Бұл иммобилайзердің блогы. Иммобилайзердің блогын қазір түсіріп алу керек. Сосын осыда тоқ жоқ. Жаңа айтқандай, иммобилайзер бардачоктың үстінде болады, яғни осы жерде тұрады. Сол қазір иммобилайзерді қолтып алып алайын. Бұл 1 деп есептеледі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Жасыл ақ провод. Мына жерде тек 0,7 вольт. Плюс жоқ. Қазір осы плюсты қарайтын боламыз. Зажигание ашқанда келе ме, келмей ме көрейік. Мен тақып қойдым. Ержан, зажигание ашып бер ғой. Питание жоқ. Осы питание іздейтін боламыз. Приблизительно біліп тұрмын, ол неден екен. Ол имоблокпен антеннадан болады. Шешіп бер ғой замокты антеннаны. Сөндір ғой зажигание. Мына регулятор напряжения жасамай қалған. 0,6 вольт болып шығып тұр. Осы күйіп кеткен. Сосын бізде мынаның ішіне күйіп кетеді. Онда екінші транзистор күйеді. Осында ауыстырамыз. Осыны ауыстырғасын қызық көреміз машинада. Мынау күйгеннің енді запчастьін бізде 40-тың компьютері бар еді. 40-тың иммобилайзері бар еді. Осының ішінен саламыз. 40-тың запчастьін ауыстырамыз. Басқа енді амал жоқ. Жалпы EPROM-ын ауыстырып жіберуге болады, бірақ не керек? 40-тікі ғой. Осыны ауыстыра қоямыз ғой. Болды. Негізде полностью тек EPROM-ын ауыстырып жіберуге болады, бірақ 40-тікі канмен жасайды, а мынау калиниямен жасайды. Сондықтан лучше мынаны ауыстырып жіберген жақсы. В общем, осыны ауыстырамыз, содан кейін қызық көреміз. Ол ауыстырып берген болатынбыз. Сүртіп алайық. Сынған еді ғой. Сынған жер. Все, енді машинге барып саламыз. Ал ендеше көрейік. Иммобилайзерін тақтық. Енді мынаны салайық. Мынау еді сөнбей тұрған. Қызыл свет жанып тұр. Енді көреміз. Зажигание аштық, светін сөндір. Болды, сөнді. Енді қуып көреміз. Бісміллә деп. Все, тағы бір көрейік. Болды. Мынау сөнді. Мына кілтті алып тастаған кезде жанып сөну керек. Енді істеп тұр. Қатар саламыз. Сөнді. Осылай кішігірім электрика жұмыстары болды. Кілт жағынан, егер осындай проблема болып жатса, кілт жағынан келіп хабарлассаңыздар болады.